Сәлем балалар, жаратылыстану 2 сынып тақырыбы 13 сабақ. Ауаның қандай қасиеттері бар? Бірінші, парақты қатпарлап бүктеп желпуіш жасады. Желпуіштің көмегімен айналада ауаның бар екенін қалай дәлелдеуге болады? Желпуіштің көмегімен айналадағы ауаның бар екенін дәлелдеудің қарапайым жолы бар. Желпуішпен қозғалған кезде оның алдындағы ауа қозғалып бетімізге немесе денеге соғады. Сол кезде ауаның қозғалысын және оның салқын әсерін сеземіз. Айналада ауаның бар екенін тағы қалай анықтаймыз? Қолыңды немесе бетіңді ашық ауада ұста. Бос шарда ештеңе жоқ сияқты, бірақ ішіне үрлеп ауа толтырасың, ол үлкейіп домаланады. Үшінші, бос бөтелкені қысып көргенде ауа сыртқа шығуға тырысады. Бөтелке қатты қысылады, оның ішінде бос емес ауа бар екен. Допты тебуге немесе қысып көруге болады. Серпінді, себебі ішінде ауа бар. Ауа болмаса, доп жұмсақ, бос болып қалады. Қағазды немесе шамды үрлеп өшірсең, ауа қозғалысы шамды сөндіреді екен. Екінші, мәтіннен ауаның қандай қасиеті туралы білдің, схеманы толтыр. Мысалы, тіл, дәмі жоқ, мұрында иісі жоқ. Ауаның қасиеттері: серпінді, сығылады, кеңейеді, көзге көрінбейді, ұстай алмайсың. Таза ауаның түсі де, иісі де болмайды. Ол мөлдір болғандықтан біз айналамыздағы заттарды көре аламыз. Мысалы, ауа жылуды өте нашар өткізді. Бұл қасиет оны жақсы жылу оқшаулағыш материал ретінде қолдану мүмкіндік береді. Мына тәжірибелерді жүргіз. Олар нені дәлелдейді? Тәжірибе жүргізіп көрейік. Бос стақанда ауа бар екенін дәлелдеу. Бізге стақан, қағаз және су бар ыдыс. Стақанға умаждалған қағазды тығыздап салып, суға салғанда түсіп кетпеу үшін стақанда су бар ыдысқа төңкеріп саламыз. Қағаз су болды ма, әлде болған жоқ па? Су болған жоқ. Себебі төңкерілген бос стақанның ішіне су кіре алмайды. Себебі оның іші ауаға толы. Саған сыйлыққа шар сыйлады ма? Суреттерге қара. Неліктен бұлай болатынын түсіндір. Суреттерде ауаның қандай қасиеті көрсетілген. Үйде қыздың қолында үрленген кезде үлкен болып тұрды. Қыста далаға шыққанда шардың көлемі кішірейіп қалды. Неге? Себебі үйде шар үрленген кезде ішіндегі ауа жылы болды. Жылы ауа кеңейіп шарды үлкен етіп керіп тұрды. Ал қыста далаға шыққанда шар суық ауаның әсеріне салқындайды, сығылады. Суық ауа жиырылып көлемі кішіреледі. Соның себепті шардың ішіндегі ауа да жиырылып, шардың өзі кішірейіп кетеді. 2 стақанға ыстық су құйылған. 1 стақан әйнек пластинамен, екіншісі пластина және әйнек коламен жабылған. Болжам жасап, қай стақандағы су жылдам суиды? Екінші стақандағы су баяу суиды, себебі екінші стақанда жапқандайына колба қосымша жылу оқшаулағыш қабатын жасайды. Бірінші стақан, бұл стақан тек әйнек пластинамен жабылған. Ыстық судың буы көтеріліп, пластинаға тиеді, сол жерде суып, жылуды жоғалтады. Ал екінші стақандағы пластинамен оның үстін әйнек коламен жапқандықтан екі қабаттың арасында да ауа қабаты пайда болады. Ауа жылуды өте нашар өткізген қасиетке ие болғандықтан ыстық судан көтерілген бу мен жылу пластинаны қыздырғанымен оның үстіндегі ауа қабаты жылудың колбаға тез өтуінде кедергі жасайды екен. Нәтижесінде екінші стақандағы судың жылуы сыртқа баяу шығады. Қорытындылай келсек, екінші стақандағы су жылуды ұзағырақ сақтап, баяу суиды. Ауа жылудың нашар өткізгіші. Оқып аласыңдар балалар. 6-шы, осы қасиет тағы қайдан байқауға? Күз келгенде қояндардың сұр шаштары түсіп, орнына әппақ әрі өте қалың жылы жүн шығады. Бұл жүн кәдімгі біз киетін мамық, күрте сияқты суықты ішке жібермейді. Түсі әппақ болғандықтан қардың үстінде қасқыр мен түлкіге көрінбейді. Қояндар қатты боранда қарды қазып ішіне тығылып жатады. Қардың асты жылы болады, жел соқпайды. Қыста адамдар жылы қалың тон киеді, суықты тоңдырмайды. Себебі жылы киім матасы ішкі қабаты өте көп сақ ауа қалтақшасынан тұрады. Ауа жылуды нашар өткізетін қасиетке ие. Сондықтан киімнің ішіндегі ауа қалташалар денеден шыққан жылуды сыртқа шығармай, денені жақын ұстап тұрады. Құстардың сыртқы қауырсынының астында өте жұмсақ жылы мамықтар болады. Қыста құстар жүндерін үрпитіп, томпиып алады. Осы үрпиген қауырсындардың арасында жылы ауа сақталып, оларды аяздан қорғайды. Адам ауаның түрі қасиеттерін қалай пайдаланады? Қосымша ақпарат көздерін оқы. Адам ауаның қасиеттерін ғылым мен техникада қолданады. Ауаның қысымы адамзат үшін маңызды қасиеттерінің бірі. Ұшақтардың қанаттарында қысым айырмашылығы олардың ұшуына мүмкіндік береді. Допта, велосипед дөңгелектеріне тағы басқа үрлеу үшін ауа қысымы қолданады. Өнеркәсіпте балға, бұрғылар ауаның қысымымен жұмыс істейді. Ауа қозғалысы, яғни жел адамзаттың қажетіне жарап келеді. Жел диірмендері мен турбиналар арқылы электр энергиясын өндіріледі. Желкенді кемелер желдің күшімен қозғалады.
дельтаплан, параплан, желкенді спорт түрлері желді пайдаланады. Ауаның құрамында газдың өз қолданысы бар. Бұл газ адам жануарының тыныс алу үшін қажет. Дәрігерлік мекемеде, сондай-ақ дәнекерлеу жұмыстарында да қолданылады. Жарылғыш заттар жасау үшін де қолданады. Тағам өнімдерін ұзақ сақтау үшін ыдыстарға толтырылады. Сусындарды газдандыру үшін де және өрт сөндіру үшін де пайдаланады. Сен білесің, Айдарым, өздерің оқып аласыңдар. Бірінші тапсырма: ауаның сиқырлы қасиеті иә немесе жоқ деген сұрақтарға балалар болсын жауап бересіңдер. Екінші тапсырма практикалық жұмыс. Үшінші тапсырма ауа қайда тығылады деген ойыны бар, жоқ ойыны бар немесе жоқ деген жауаптар беріледі. Төртінші тапсырмада ауаның қандай екендігін сұрақтарға жауап бересіңдер. Балалар, ауаның ең басты қасиеті оның тазалығы. Лас ауамен тыныс алсақ ауырып қаламыз. Сондықтан бөлмені жиі желдетіп, таза ауада көп серуендеу керек және ағаштарды сындырмай көп өсімдік егуіміз керек. Себебі өсімдіктер ауаны тазартады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.